Сәлем достар, сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Алдарыңызда көріп тұрғандай құжаттың шапочкасы, құжаттың тақырыбы және негізгі мәтін тұр. Бұл жерде шапочка барлығымызға үйреншікті болып кеткен сөз. Ал бұл сөздің қазақшасы қалай болады? Ойланып көрдіңіз бе? Иә, кейбіреуіміз қалжыңға сүйеп, қалпақша, маңдайша немесе бұрыштама деп жатырсыздар. Бұрыштама бұл жерде мүлдем бөлек әңгіме. Олай болса, шапочканың қазақшасы құжат адресаты болады екен. Себебі бұл жерде кімге бар септігінің сұрауы, кімнен шығыс септігінің сұрауы тұр. Бар септік кімге, яғни бұл жерде мекеме басшысы жазылады, кімнен бұл жерде құжат иесі өзін жазады. Олай болса, шапочканың қазақшасы құжат адресаты болады екен. Ақпарат қызықты болды деген ойдамын. Келесі айдарда жүздескенше.